Кеңестік дәуірде азын-аулақ болса да атыс шабысқа толы шетел киноларын көргенде, міне ылғи зорлық пен зомбылықтан тұратын таптық жіктелістерге бөлінген капиталистік қоғамның өмір бейнесі осындай деп оларға жиіркене қарайтынымызда жасырын еместін. Бірақ күндердің күнінде осындай қоғамға өз басымыздың да тап келетінін кім ойлапты дейсіз? Әлді мен әлсіздің, бай мен кедейдің ара-жігін аз уақыт ішінде ажыратып та үлгердік. Өйткені бұрындары үкіметтің жалақысымен ғана күнін көріп жүрген қарапайым халық қалтасын сипап, демде кедейшілікке ұшырады да, билік тізгінін ұстаған дөкейлер аз-маз сәтте байып шыға келді. Бұған себеп КСРО тараған соң Орасан дәулетімен әлемді тамсандырған осы мемлекеттің көл көсір байлығын жоғары дәрежелі шенеуніктер өзара бөлісіп алуында еді. Бұрынғы халық қамын жегіш интернационал коммунистердің енді тек жеке басының қамын ғана күйттейтін капиталист бола қалған сол шақта халық арасында өзіміз бұрын соңды естіп білмеген рекет деген атты иеленген топтар пайда болды. Рекетпен бірге разборщик деген жаңа терминді де естіттік. Содан шетел киноларындағы көріністер біздің өмірде де қылаң беріп, көше-көшеде топ-топқа бөлінген түрлі шайкалар ашық түрде төбелесіп, атысып шабысатынды шығарды. Міне осы рекет топтары мен шайкалардың және олардың рухы жоғары, құлаққа тосын болып естілетін лақап аттарға ие болған көсемдері, басшылары кімдер еді? Және олардың атқаратын жұмыстары қандайды? Әрине ешқандай рекетте, мықты разборщикте тек бір белгілі адамдарға ғана емес, жалпы қоғамға пайда әкелетін жандар емес екені белгілі. Бірақ біздің басты кейіпкеріміз Қадыр қылмыстылар әлемінің бел ортасында жүрсе де, ұлт мүддесін бірінші орынға қойып, қазақ халқының намысын басқаларға таптатпауға тырысқан айтулы азамат. Бір кездері аты бірқатар елдерге мәшһүр болған, бүкіл Қазақстанда главный разборщик атанған осы Қадырдың әңгімесінен жоғарыда айтылған бірқатар сұрақтарға жауап тауып қалармыз. Сонымен әңгімемізді бастайық. Бұл құбылыстың кең түрде етек жайып кетуіне әу баста белгілі бір үкімет адамдарының өздері кінәлі болды, деп бастады ол әңгімесін. Кінәлі деген сөзіме бәзбір бюрократтар ренжіп те қалар. Бірақ менің кесіп айтарым, қалай десек те бәрібір осы рекетизм солардың бастауымен өріс алды. Себебі сол тұста мемлекет ақшасын ебін тауып, өз қоржындары мен есеп шоттарына миллиондап тіпті миллиардтап салып алған биік-биік лауазым иелері арасында қызу бәсекелестік басталды. Көп ақша, мол дүние жүрген жерде дәулеттілер арасында бір-біріне деген аяусыз күресте бірге жүреді. Міне, осындай кезеңде оларға жеке қорғаушылар ауадай қажет болды. Өйткені мемлекеттің миллиондаған ақшасын тегін иеленіп, енді сол ақшамен бизнестің өте ауқымды түрімен шұғылданатын оларға бәрінен бұрын жеке бастарының қауіпсіздігі керек ақ. Әрине, ондай қорғаушылардың саны 1-2 адаммен шектелмесі анық. Сондықтан да олар өз іс-әрекеттерін көлденең көзден таса, әсіресе өздерімен тұрғылас үкімет адамдарынан және заң органдарынан жасырын түрде жүзеге асыру үшін мүмкіндіктердің бәрін пайдаланды. Жеке бастарының қауіпсіздігін қорғайтын жалдамалы адамдармен қатар өздерінен үлкен креслода отырғандарға пара беріп, аузын майлайды. Немесе түскен табыстың белгілі мөлшерін бөліп береді. Неге десеңіз, жоғары жақтан қамқорлық жасалынбайтын адамға құлашты кеңге жаю қиынға соғады. Ал құлашын алысқа сермеген серке айналымға салған ақшасын бір жерден екінші жерге апарып, үстеме бағамен сататын заттары мен тауарларын қадағалап, олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамдар санын заңсыз штат түрінде керегінше көбейте береді. Міне, осындай заңсыз штат түрінде қауіпсіздік қызметін атқаратын жас жігіттер біздің еліміздегі рекет адамның алғашқы пионерлері іспеттес болды. Осындай тек бір ғана адамның жеке басы мен жұмыс түрлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін топтардың 90-шы жылдардың басында көбейіп кеткені сондай, олар өз қызмет шеңберлерінен шығып, кейде бір-бірінің істеріне араласып, атысып шабысуға дейін барды. Мұндай топтарды белгілі бір адамдар басқарып отыратын. Бірақ әлдеқандай топтың басында отырған адамды сол топтағылардың бәрі бірдей біле бермейді. Өзі көлеңкеде қалып, бар жұмысқа нұсқау жасайтын сондай басшының, яғни бостың бірнеше сенімді өкілдері бар. Сол өкілдермен
тек бұйрықты ғана орындайтын төменгі топтағы кіші дәрежедегілердің арасында барып кел, шауып кел болатын тағы да сенімді адамдар болады. Оларды біздің тілде исполнитель дейді. Исполнительдердің де салалық қызметтері бар. Ол жайында сәлден кейін айтамын. Мен Алматыда жүргенде біздің елге өте танымал, кезінде орталық комитетте, министрлер кеңесінде үлкен лауазым иесі болған, кейіннен мемлекет жұмысынан шеттетіліп, сол кездері аса күрделі де зор ауқымды бизнеспен шұғылданатын бір дөкейге қызмет жасадым. Оның айналыспайтын нәрсесі және байланыспайтын бірде-бір шетелі жоқ еді. Фирмасына өзінің күйеу баласын президент етіп қойған. Қысқасын айтқанда, соның қолымен от көсейтін. Мен сол кісінің Азия мемлекеттерімен байланысына, былайша айтқанда сауда-саттыққа, алыс-беріске қатысты жұмыстарына бақылау жасадым. Ол мені Азия істері жөніндегі орынбасарым дейтін. Мұндай орынбасарлар онда бірнешеу. Осы орынбасарлар бостың ең сенімді өкілдері болып табылады. Бостың барлық бұйрықтары мен нұсқаулары біз арқылы исполнительдерге жетеді. Бір менің өзімде жоғарыда айтқандай бірнеше салалық исполнительдерім болды. Салалық дегенді түсіндіріп айтар болсам былай. Мысалы, олардың біреуі Украинадан, Қытайдан, болмаса Ресейден жүздеген вагондап келетін спирттің аман сау жетуіне жауапты. Енді бірі Қытайға, Жапонияға, тағы сол сияқты елдерге мың тонналап жөнелтілетін түсті металдардың діттеген жеріне ойдағыдай жетуіне мүдделі. Ал үшінші исполнитель банктік, қаржылық қызметтерді жүргізсе, төртінші бізбен бәсекеге түсіп жүрген басқа фирмалардың жұмыстарын аңдиды. Мұны партизан исполнитель дейміз. Тағы бір исполнитель бостың жеке басының қауіпсіздігі шараларымен айналысады. Айта берсең, олардың түр-түрі көп ақ. Әр исполнительдің тобында 10-15 адамнан болады. Бұлардың көбі бұрынғы және қазіргі боксшы, палуан, каратэші сияқты спортшылардан, сондай-ақ жау жүрек көше атамандарынан тұрады. Сонымен қатар, күші жоқ болса да тілі өктем, кесіп сөйлейтін батыл жігіттер де қажет ақ. Бостың өзі ешкіммен де ашық айқасқа шықпайды. Ондайды мына біздермен исполнительдер атқарады. Дегенмен кейде тек бостардың тұрғысында ғана шешілетін мәселелер болып қалады. Мұндайда екі жақтың басшысын кездестіру үшін қауіпсіздік жұмыстары өте тиянақты түрде жүргізіледі. Босты алып жүретін адамдардың бәрі тегіс қаруландырылады. Мұны белгілі бір адамдардан басқа ешкімде білмеуі шарт. Менің бірді айтып, бірге кетіп қала беретін әдетім жоқ. Солай десем де, сол кісінің қасында жүргенде нақты қандай жұмыстар атқарғанымды, нендей қауіпті істерге жолыққанымды, кімдермен сыбайлас болғанымды қазірше айтпай-ақ қоя тұрайын. Сәл кейінірек оларды рет-ретімен айтармын. Ал қазірше осыдан 12-13 жыл бұрын разборщиктер мен рэкеттер қалайша бірден көбейді және олардың атқаратын қызметтері қандай еді дегеніне жауап берейін. Рэкеттер тосыннан пайда бола қойған жоқ. Бұл құбылыс Горбачевтың кооператив және еркін сауда туралы жарлығының іске аса бастаған кезінде қылаң берген. Әлгі жарлықтан соң кейбір пысықтардың кооператив ашып, еркін саудамен айналысуына кең жол ашылды. Бұрындары алыс-алыс өлкелерге ит қорлықпен жеткізілетін сауда заттары енді бір жерден екінші жерге ашық тасыла бастады. Сауда жүрген жерде ұрлық-қарлықта, алдау-арбауда, зорлық-зомбылықта қатар өрістейтіні белгілі. Екі өлкенің немесе екі қаланың арасына қатынап, алып-сатарлық жасайтын адамның негізгі көлігі пойыз. Ел ішінде әртүрлі ағымдағы ішкі күрестер басталып, КСРО-ның темірдей тәртібі нашарлай бастаған соң, бір кезеңде ұйымдасқан бұзақылар пойыздардағы саудагерлерді алдап-арбап, көнбесе ұрып-соғып, заттарын, ақшаларын тартып алуды үрдіске айналдырды. Олардан таяқ жемей, оңай құтылудың жолын ойлаған саудагерлер енді әр стансадағы бұзақыларға белгілі бір мөлшерде төлем төлеп өтулеріне тура келді. Гитлердің ұлы саясаты сыраханадан басталса, кезінде біздің елдің үрейін ұшырған рекетизмнің негізі осындай стансалардан басталған. Әдетте рекеттер деп қалталы адамдар мен дәулетті кісілерден, саудагерлерден күштеп ақша талап ететін, еш жерде еңбек етпейтін бұзақы топтың мүшелерін айтады. Олардың да бір басшысы болады. Оны главарь дейді. Өңкей хулигандардан құралған топқа главарлық ету оңай шаруа емес. Ол үшін күш, рух, сондай-ақ ақыл айла керек. Ал главарьға жоғары жақтан жақсы тірек қажет.
Ондай тірек Алматыдағы біздің бос сияқты болса тіпті жақсы. Сондықтан да біраз бұзақылық тәжірибеден өтіп, өздерін рекет санатына қосқан мықтылар табысы да, крышасы да күшті сондай фирмаларға қызмет етуге ұмтылатын. Мен Алматыда жүргенде тек біздің ғана емес, қаншама фирмалардың асығы алшысынан түсіп жатты. Солардың барлығында біздікі сияқты ешбір заң тармағына жатпайтын, бірақ ішкі құпиялы құқықтарға толы құрылымдары бар еді. Олар аты шыққан қазіргі зор фирмаларда әлі бар. Осылар туралы құқық қорғау органдары білмейді деймісің? Бәрін де біледі. Тек мұнда айтуға ауыз бармайтын сырлар көп. Өкінішке орай кейде бүкіл елде, болмаса бір облыста зор дүрбелең туғызған үлкен қылмыстар ашылмай қалады. Неге бұлай? Мұның да өзіндік астары бар. Содан соң бір-бірін басынуға, бір-бірін алдауға әрекеттенген бостардың қаншасы өзара қырқыспады десейші. Қанша рет атыс шабыс болып, қаншама жас жеткіншектердің өмірі қиылды. Тапсырыспен неше кісі өлтірілді. Біле білсең, кейіннер рекеттер әлдебір күштінің зымиян ойын іске асырып беретін бұзақы топқа айналды. Олар алып кел десе алып келетін, атып кел десе атып келетін, тек бұйрықты орындайтындар. Оны өмірге әкелген қоғамның өзі. Содан кейін әлгіндей ықпалды кісілер оларды тіпті құтыртып жіберді. Сондай кісілердің қолтығында жүріп, әр жақтан тамыр таныс арттырып, жан-жақты тәжірибе жинақтаған еті тірі жігіттер кейіннен өздерінше топ құрып, жеке-жеке тірлік істей бастады. 1991-94 жылдарда біздің республикамызда аты шыққан мұндай топтардың саны 100-ге тарта болатын. Солардың ішінде Көкжалдар тобы, Алатау қасқырлары, Тигры Зайсана, Рыжий алмаз, Черный алмаз, Четыре братья, Пульс, Боксеры, Албанцы деген сияқты даңқы бірінен бірі басым атышулы топтар болды. Бұлармен қатар барлық облыс орталықтарында өздерін бір-бір құдайға санаған қаншама бөрілердің ұялары жұмыс жүргізіп жатты. Әрбір топтың главары кез келген разборкаға қатысуға құқығы бар. Патриот деген атқа ие қатардағы рекет ірілі ұсақты разборканы шешуге дәрменсіз. Разборщик дегеніміз главардың қосымша дәрежесі. Оған ең басты тән қасиет шешендік, батылдық, биік рух және бір қарағанда өзгелердің мысын басып тастайтын сұстылық. Оның басты міндеті рекеттер арасында болатын түрлі дау-дамайларды әділ шешу. Енді осы әңгімемен разборщиктер мен рекеттердің кімдер екенін сәлде болса түсінген боларсың. Енді келесі кезекте өзімнің және басқа әріптестерімнің бастан кешкендеріміз жайына көшейік. Бірақ көп жайды ашып айтпаймын. Олардың астарын өзіңде түсінерсің. Сол үшін де сондай астарлы сөздер түсінікті болсын деп, мен ең алдымен өзімнің қылмыс әлемінің төріне қалай шыққанымды тәптіштеп айтып берейін. Өмірдің жолы бұралаң. Мен жоғарыда айтқан бостың қол астына келіп, оның командасына кіргенше талай құқайды басымнан өткердім. Туып өскен жерім осы оңтүстік өлкесі. 15 жасымнан бастап бокспен шұғылдандым. Талай жарыстарға қатысып, жасөспірімдер арасында облыс тіпті республика чемпионы атандым. Мектепте жүргенде-ақ жалғандыққа жаным қарсы болды. Сабақты да жақсы оқыдым, дегенмен төбелеске бір табан жақын едім. Өз сыныптастарым түгілі өзімнен 2-3 сынып жоғары оқитын талай балалардан үстем түсуші едім. Бірақ ешқашанда боқтап сөйлеуге, темекі шегу мен арақ ішуге әуестенбедім. Мектеп қабырғасында жүргенде-ақ жаныма ылғи мықты балаларды жиып алып, олардың мені тыңдап айтқанымды істеп жүргендерін қалайтынмын. Солай болды да. Мектептен соң әскерге кеттім. Оны бітіріп келгеннен кейін Шымкенттегі гидротехникумға оқуға түстім. Техникумда жүргенде де басқалардан озық болуға ұмтылдым. Менің бойымның биіктігі мен сөзімнің өткірлігіне қарап, маған көп адамның назары бірден ауатын. Әрине, абырой мен бедел бекер келе салмасы анық. Ол үшін ешкімді алдамай, ешкімге зорлық жасамай, біреулердің ұрыс керісінің арасына түскенде бір жаққа бұрып кетпей, тек әділеттік жағына қарай төрелік айта білу керек. Мына бір оқиға әлі есімнен шықпайды. 2-ші курс оқып жүрген кезімізде маған өзіміздің топтағы Салима дейтін қыз 3-ші курста оқитын бір жігіттің өзін әлдеқандай отырысқа ертіп барып, ақырында ұрып соғып зорлап кеткенін айтып келді. Енді қайда барсаң онда бар, сені алмаймын, депті тағы ол. Жылап отырып, соттатамын оны, деді.
Өзі кішірек бойлы, сондай бір сүйкімді қыз еді. Аяп кеттім. Салима, сен оны сотқа бермей-ақ қой. Ел жұрт алдында өз абыройыңды төгіп не қыласың? Одан да оны маған көрсет. Өзің тұрмысқа шыққың келе ме? Мен екеуіңді қалай да қосайын, дедім. Ол 20-дан асып кеткен қыз болса да, алғашында біраз жылап сықтап көнбеді. Бірақ ары айтып, бері айтып, ақыры айтқаныма көндірдім. Ертесіне әлгі жігітті ұстап алып, Салиманы зорлағаның рас қой, дедім тікесінен өктем сөйлеп. Ол күмілжіп бірден жауап бере алмай қалды. Бір кезде барып, мен Салиманы сүйемін, онда тұрған не бар екен, деді. Сен жігіт болсаң екі сөйлеме, оған басқаша айтыпсың, енді келіп өзгере қалдың. Сүйетінің рас болса, бір аптаның ішінде оны үйіңе апарып, ақ жаулық саласың. Екеуміз ұрыспай-ақ қоялық. Келісті қой, әкел қолыңды, дедім. Ол амалсыз қолын берді. Содан кейіннен екеуінің арасында әлдекімнің зорлауымен қосылғанбыз деген жаман пікір қалмасын деп ойладым да Салимаға келдім. Салима, сен бекерге қапаланған екенсің. Жігітің өзіңді өте жақсы көреді екен ғой. Болашақ күйеу бала мастық пен ағаттық істеп қойыппын. Салимаға айтыңызшы, мені кешірсін. Бір аптадан қалдырмай үйге алып кетем деп өтініш айтты. Құдай қаласа бақытты боласыңдар, дедім әдейі көңілін көтеріп. Осы сөзден кейін мұңайып отырған Салиманың қабағы ашылып, жадырап сала берді. Айтқанындай 2 күннен кейін екеуі үйленді. Қазір балалы шағалы жақсы тұрмысты отбасы болып кетті. Осы оқиғадан кейін техникумда абыройым одан бетер өсіп кеткендей болды ма, әйтеуір студенттер арасындағы ұсақ-түйек дау-дамайларды шешетін дәрежеге жеттім. Әрине, мен өзім барып ешкімнің арасына кіріспеймін. Әртүрлі шағым айтып, студенттердің өзі келетін еді. Ол кезде қалада көше атамандары көп болатын. Оның үстіне топ-топ, жақ-жақ болып төбелесу қырғын еді. Әсіресе орталық саябақта. Менің атым бүкіл қалаға осы саябақ арқылы тарады. Осы жерді билейтін Манап, Тілеміс, Ардақ атты 3 атаман бар еді. Мен сол үшеуімен де жекпе-жекке шығып, үшеуін де жеңдім. 3 арланды ойсыратқаннан кейін олардың жанындағы жандайшап серіктерінің біреуі де мыңқ ете алмайтын болды. Қайта Манап, Тілеміс, Ардақ 4-еуміз айырылмас дос болып кеттік те, мен саябақтың нөмір 1 атаманына айналдым. Техникумды бітіргенше қанша төбелес көрмедім десейші. Боксқа қатысып жүрген кезінде ресми түрде 78 рет ринг төріне көтерілдім. Соның 3-еуінен ғана ұтылыппын. Онда да 3 рет қасым жарылып кеткендіктен. Ал өмірдегі жабайы төбелесте 36 рет жекпе-жекке шықтым. 2-еуінде ғана тең түстім. Қалғандарының бәрі менің жеңісіммен аяқталды. Төбелеспен бұзақылықты қойшы. Егер мына бір оқиға болмағанда, мен боксшы ретінде алысқа шабар ма едім, кім білсін. Бірде Манапты ескі қаланың өзбектері жабылып, өлердей соққыға жығып кетіпті. Оның айтуынша ұрғандардың ішінде Құдияр да бар екен. Құдияр мешіттің жанында тұратын. Өзінше бір сол жердің атаман сымағы еді. Осыны естіген соң саябақта жүретін қазақ жігіттердің бәрі жиналсын кеп. Сөйтіп 30-40 қаралы болып ескі қалаға қарай лап қойдық. Күн кешкіріп қалған, кегімізді тура Құдиярдың өзінен бастамақ болып мешіт маңына келіп маңдай тіредік. Біздің мына тобымызды көріп жергілікті тұрғындардың үрейі ұшып кетті. Құдиярды шақырдық. Ол үйіне тығылып сыртқа шықпай қойды. Мен жігіттерге үйіне баса көктеп кіріп сүйреп алып шығыңдар деп бұйырдым. Сол-ақ екен, 10 шақты сарбаз ішке қарай штурм бастады. Құдиярдың әке-шешесі бақырып, іні қарындастары айғай салып жылап, шу басталды да кетті. 5-6 жігіт Құдиярды сүйреп сыртқа шығарды. Тоқтаңдар дегенімше болмады, сыртта тұрғандар оған жабыла кетіп, соққы мен тепкінің астына ала жөнелді. Оны көрген шешесі, ойбай тоқтаңдар, өлтіресіңдер ме қайтесіңдер деп Құдиярдың үстіне құлады. Құдиярдың бет-аузының қан жосасы шықты. Әрең демалып ет-бетінен жатты. Сөйтіп тұрғанда мешіттің арт жағынан қолдарына таяқ, білектей темір ұстаған жасы бар, жасамысы бар бір талай өзбектер шыға келді. Ой, сондағы шайқасты көрсең ғой, бірақ біз сол жолы ерлік таныттық. Қолдарында қаруы бар топқа жалаң қолмен қарсы шықтық. Дем арасында тар көшенің шаңы аспанға шығып, астан-кестең болды да кетті. Біреу ойбайлап, біреу айғайлап, кімді кім ұрып жатқаны белгісіз.
Төбелес үстінде қазақша, өзбекше, орысша неше түрлі боқтық сөздер араласып, айналамыз лезде қым-қуыт майдан даласына айналды. Әр үйдің қақпаларынан сығалап, өз үкәларына ұран сап жатқан қатындар мен жас балалардың айғай-шуы өзбектерге дем берсе, ол біздің намысымызды одан бетер қоздырып жіберді. Содан не керек, екі жақтың шайқасы жарты сағатқа созылды. Ең бастысы Құдиярды сілейттік. Бүгінге осы да жетеді, енді қайтайық дедім жігіттерге айғайлап. Осы айқайдан соң қолма-қол төбелес бітіп, енді бір-бірімізге тас ату басталды. Өзбектер іріктеліп мешіт жаққа жиналды да біз көшенің бергі бетіне қарай ойыстық. Екі жақтан да оңбай таяқ жегендер көп. Майдан даласынан өзіміздің 4-5 жігітті сүйемелдеп алып шықтық. Дәл осы кезде Магнолия дүкені жақтан сигналдарын шыңғырта басып келе жатқан 2 милиция машинасы көрінді. Жылдамдықтарын бәсеңдетпеген күйі топырлап келе жатқан біздің қасымызға келіп кілт тоқтай қалды. Шамаларын келгендерін қашыңдар деп айғайлап үлгердім. Бірнеше жігіт жан-жаққа тым-тарақай қаша жөнелді. Ал өзім жарақат алып қашуға жарамайтын достарымның жанында қалдым. Машиналардан сау етіп 20 шақты милиция түсті де, ой жоқ, шәй жоқ, бізді машина ішіне тықты. Апаратын жеріне апарсын, сонан кейін көрерміз деп ойладым. Біздің 10 шақтымызды сыртқы қорабының ішіндегі торына қамап алған машина кері қайтты да, екіншісі жаңағы төбелес болған өзбектердің көшесіне қарай кетті. Ішкі істер бөліміне келгеннен кейін менен басқасының барлығын ауруханаға кетті. Сөйтіп милиция ортасында жалғыз қалдым. Сонымен қойшы, сөзді соза беріп не керек, ешкімді сатпай, бәріне кінәлі өзім болып, 24 жасымда 3 жылға сотталып кете бардым. 3 жыл осындағы нөмірі 31 колонияда отырдым. Отырдым деген атым болмаса, онда жақсы өмір сүрдім. Түрмедегілердің бәрімен тәуір қатынаста болдым. Апта сайын сырттан достарым келіп, кездесуге шақырып тұрды. Ақшада, тамақта жетерлік еді. Түрменің де өз заңы бар, бірақ ол жайында қазір айтудың қажеті жоқ. Дегенмен, түрме менің өміріме, яғни болашақта үлкенде қатерлі істерге араласуыма зор септігін тигізді. Өйткені мен мұнда бұл жердегі де, бостандықтағы да қылмыс әлеміндегі адамдармен қалай сөйлесудің тәсілдерін үйрендім. Осында 14 жыл бойы отырған түрменің паханы маған көп нәрседен сабақ берді. Ең бастысы ешкімді алдамау екен. Сонда ғана бетің ашық, жүзің жарқын болып, кез келген іске ұялмай, қызармай кірісуге болатындығын ұқтым. Бұған қоса, мен бұл жерде көптеген көркем әдебиеттерді, сондай-ақ тарихи тақырыпта жазылған кітаптарды өте-мөте жиі және қызыға оқыдым. Қазір не көп, бұзақы көп. Солардың бәрі бір-бір топқа главарь болсам деп армандайды. Бірақ Құдай бермеген ұйымдастырушылық қабілетті, саналы рухты қайдан тартып алсын? Главарь болу үшін үлкен білім де керек. Содан соң олардың көбі арақ пен темекіге әуес. Сонымен қатар сөздерінде тұра алмайды. Сөзге тұра алмайтындарды, араққа құмарлар мен ине салдыратындарды қылмыстылар әлемі керек етпейді. Мейлі, ол қаншалықты мықты болса да, мұндайларды ешкім главарь етіп сайламайды. Және ешқандай разборкаға қатыстырмайды. Міне, көрдің бе, қылмыс әлемі де сауаттылықты жақтайды. Мұның мәнісін өзің ұғатын шығарсың. Жарайды, бұл жайында әңгіме барысында өзің пайымдарсың. Ал әзірше үлкен қылмыс әлеміне қалай сатылап жеткенім жайындағы әңгімемді жалғастырайын. Күндердің күнінде мерзімім бітіп түрмеден шықтым. Түрмеде жатқанымда әйелім кетіп қалған еді. Мен шыққанша басқа күйеуге тиіп кетіпті. Бір жақсысы, арамызда бала жоқ еді. Сондықтан да ол жайында ойлап көп қынжыла қойған жоқпын. Жұмысқа тұрып, біраз әл жиып алсам, маған да біреу кездесер деп ойладым. Бірақ жұмысқа тұрмадым. Мен өмірімде бұрын да, қазір де үкіметке езіліп жұмыс істеген емеспін. Бостандыққа шыққанда жұмысқа тұру ойымда бар еді, алайда мұнда маған басқа жұмыстар табыла кетті. Бір күні Қызылордадан келген Ерлан деген жігіт қасына осындағы 2-3 мықтыны алып, орталық базарда 3 карта, шарик-марик ойнатып жүр дегенді есіттім. Ерланды танымаймын, ал қасындағыларын білгеніммен түрмеден шыққалы бері көрген емеспін.
Жексенбінің бірінде жаныма 4-5 қасқырды ертіп базарға келдім. Ойым олардың қалай ойнап, қалай ақша табатынын көзіммен көру және Ерланмен қалайда байланысқа шығу. Базарға кірсек, олар адам ең қалың жүретін тура кіре берісте ойын ұйымдастырып жатыр екен. Ерланның жанына жұрт үйіріліп қалыпты. Ойын тәсілдеріне сырттай әбден қанық болып алғанмын. Мені танитын мықтылар анадай жерде жан-жақтарына алақтай қарап қарауылдың рөлін ойнап тұр. Бізді байқамады, ал біз ойынды қызықтап дөңгелене тұрған жұрттың қастарына келіп тұра қалдық. Ерланның омырау қалтасы толы ақша. Аузы-аузына жұқпай небір сөздерді қиыстыра айтып, көлденең ойнаушыларды ойсырата ұтып жатыр. Жарты сағаттай бақылап тұрдым. Содан ойынға түстім. Жасырылған картаны қалай ауыстырып үлгеретінін білмеймін, еш таба алмаймын. Небәрі 4-5 минуттың ішінде 50 сомға ұтылдым. Одан соң шыдай алмай кетіп, менен ұтқан бар ақшаны қайтарып бер, әйтпесе бұл базарда карта ойнамақ түгілі жүрегіңнің өзі мың болады дедім. Немене? Пака дабдалаң шықпай тұрғанда кет бұл жерден. Өзің серейген неме екенсің, теректей етіп сұлатып саламын. Әй сендер мына бір деловоймен сөйлесіңдерші, деді жанындағы өзімен бірге ойнап тұрған 2-3 патсанға шақшия қарап. Сол-ақ екен, бойлары менің иығымнан ақ келетін екеуі екі қолыма жармасып мені сыртқа шығармақ болып әрекеттене бастады. Оң қолыма жармаса бергені сөзге келмей қақ маңдайынан бір-ақ ұрдым. Ол сорлы айнала тұрған жұрттың ортасына қарай шалқасынан түсті. Екіншісін де періп жібердім. Онысы екі бүктетілген күйі карта ойнатып жатқан үстелдің артынан бір-ақ шықты. Содан соң Ерланның жағасынан ала кеттім. Бір қолыммен оны ары-бері ырғап тұрдым да, екінші қолыммен омырау қалтасындағы бар ақшаны сыпырып алдым. Сен кіммен сөйлесіп тұрғаныңды білесің бе? Деп оны да салып қалдым. Ол кейін қарай тәлтіректеп барды да құламай бойын түзеп алды. Осы кезде бұларды қарауылдап отвечающий болып тұрған бағанағы мен танитын мықтылар не болды? Кто борзеет тут деп жүгіріп келді. Келе сала мені көрді де, о, Қадеке, сенбісің? Ой, пәлі аман сау келуіңмен. Бұл жағдайды естіппіз ғой, деп бірінен кейін бірі құшақтап бетімді сүйіп жатыр. Мына құмарпаздардың менімен ойнағысы келіп тұр екен. Кім бұл өзі? Дедім олардың ішіндегі Оспанға қарап. Жө, Қадыр, ашуыңды басшы. Жүр, бұл жайды саған былай шығып түсіндірейік. Ал бұлар ойынды жалғастыра берсін, деді Оспан. Менің қазір сендермен сөйлесуге уақытым жоқ. Бүгін кешкі сағат 7-де Восход ресторанына келіңдер. Сол жерде сөйлесейік, дедім бұларға бірден жығыла кетпейін деп әдейі. Олар келісті. Сөйтіп, кешкі сағат 7-де Восходқа жиналдық. Біз 5-еуміз, олар 7 болып келіпті. Сірә менің кім екенімді жанындағылары түсіндіріп қойса керек, бағанағы базарда бұлбұлша сайрап, жұртқа діңкілтеп сөйлейтін Ерланның арыны басылып, момақан күйде отыр. Анау таяқ жеген екеуінде де үн жоқ. Сөйлеген тек Оспан болды. Солай да солай, мынау Ерлан бізге біткен бақ болды. Қызылордада жүргенде Одессадан келген бір тюремшіктен осы ойынның бүге-шүгесіне дейін үйреніп алыпты. Қазірше өзінен басқа мұны ешкім ойнай алмайды. Ойнап жатқанда ойыншыға қолдың жылдамдығы керек. Басқаларымыз бұған көмек көрсетіп, сүйемелдеп демеп тұру үшін қажетпіз. Жұртты алдап түсіру үшін неше түрлі құйтырқы әрекет жасаймыз. Бізге ең қиыны милициямен келісу. Базардың милицияларына күнне 500 сом береміз. Соған қарамастан өзімізге айтарлықтай үлес қалады. Тоқта, дедім мен оның сөзін бөліп. Сендердің ойындарыңның жалпы сипаты маған белгілі. Бірақ бір жерде ғана ойнап ұзаққа бармайсыңдар. Сондықтан Ерлан, ер шекіспей бекіспейді деген бар ғой. Бағанағы қылығыма ренжіме. Қазір екеуміз дастархан басында татуласып отырмыз. Енді сен бері қарап мені тыңда. Бір аптада ма жоқ әлде 2 аптада ма мейлі қанша уақыт кетсе де 5-6 жігітті өзің осы ойынға үйрет. Картаға тез үйренгіш епті жігіттерді саған мен тауып берейін. Мысалға бір базардың өзінде 3-4 жерде бірдей ойнауға болады. Содан соң теміржол вокзалы, автовокзал, мал базары, көктем базары сияқты толып жатқан адам көп жиналатын орындарға сондай үйретілген жігіттерді апарайық. Ойыншыларды қорғайтын жігіттерді де табамыз. Ал милициямен қай жерде болса да өзім сөйлесемін. Ақыры бұл ақша табудың оңай жолы деп отырсыңдар ғой.
Карташылар осы Шымкентте 2-3 ай ойнап, оның қыр-сырын меңгеріп әбден ысылып алсын, содан кейін басқа қалаларға, Жамбылға, Алматыға, тіпті Түркістан, Сарыағаш сияқты үлкен-үлкен аудан орталықтарына да шығайық. Ташкентке баруымызға да болады. Басқа қаладағы бұзықтармен де өзім келсем, бізге милициядан гөрі солар қауіптірек. Менің бұл ұсынысыма бәрі келісті. Сөйтіп сол күннің ертесін-ақ қызу іске кірістік. Менімен түрмеде бірге отырған сұмдық карташы 2 жігіт бар еді. Біреуі Кентауда, біреуі Бөген ауданында тұратын. Соларды дереу шақырып алып, Ерланның жанына стажировкаға жібердік. Бұдан басқа тағы да болашақ 6 игрокты дайындай бастадық. Бірте-бірте тобымыз көбейе берді. Игроктарға қорғаушы етіп, өңкей сен тұр, мен айтайын деген бөрілерді жинадым. Шарик-марикті де қатар жүргіздік. Жұмыс кезінде арақ ішуге қатаң тыйым салдым. Яғни менің ұсынысыммен бәріміз солай келістік. 2 ай өтпей жатып ақ бір Шымкенттің өзінде 7-8 жерде ойнайтын болдық. Өзім жұмыс басына бармаймын, тек барлық жағдайды реттеп отырамын. Ойын болатын жердегі милициялармен сөйлесіп, оларға беретін ақы жөнінде келісіп, ойыншыларға жол ашып берсем болды. Қалғаны іс солардікі. Кешке бір жерге жиналып түскен ақшаны бөліске саламыз. Анау-мынау жағдай бола қалған күнде жаратуға керек болады деп ақшаның бір бөлігін назапас деп аталатын кассаға салып қоямыз. Қалғаны бәрімізге де жетеді. Өз жағдайым да түзеліп қалды. Қаладан кішігірім жер үй және ескілеу Жигули сатып алдым. Ауылдағы әке-шешеме де қарасып тұрдым. Сөйтіп жүргенде бір картадан ғана емес, басқа жақтан да көлденең ақша табудың жолы көрінді. Бірде көктем базарындағы игроктардың бірінің туған күні болып, оны Солнечная ресторанында атап өтпек болдық. Бас аяғымыз 40 шақты атамыз. Арнайы тапсырыс беріп, ресторанның бір шетін ала ұзын үстел жасаттық. Кейбір жігіттеріміз қыз-қырқындарын ала келіпті. Отырысымыз енді қыза бергенде, біздің қарсымызда 8-8-ден бөлініп, 2 үстел басында отырған жігіттер бір-бірімен айқайласты да қалды. Олардың біразын шырамытқаныммен анық танымадым. Біраз айқайдан соң олар бір-біріне қасық, шанышқы, тарелка лақтырса бастады. Бұлар кімдер? Дедім жанымдағы Сағидоллаға. Шина зауытының сайғақтары ғой. Сірә бір нәрсеге келісе алмай жатыр-ау деймін, деді ол. Біз сөйлесіп болғанымызша, олар орындарынан өре түрегеліп бір-бірімен айқаса кетті. Сөйтіп лездің арасында залдың ішінде төбелес басталды. Басқа үстелде отырғандар далаға қашты. Кімге тиіп жатқаны белгісіз, ауада ыдыс-аяқтар мен бөтелкелер ұшып жатыр. Бір шетте даяшылар шыңғыруда. Ойналып жатқан музыканың да үні өшті. Бір сайгак үстелдің үстіне шығып алып, жақындағандардың барлығын теуіп құлатып жатыр. Біздің жігіттердің кейбіреулерінің қандары қызып, араласпақ кеткілер келіп отыр. Ешқайсың араласпай тып-тыныш отырыңдар, деп айғайладым. Әлден соң бағана өзімен амандасып кеткен сайгактардың бірі келіп, Қадеке, мыналарды өзіңіз тоқтатпасаңыз, бір-бірін сойып өлтіретін түрлері бар, деді. Мен қай кезде болса да жылдам шешім шығарып үйренген адаммын. Маған өтінішпен келіп тұрғанның атын да білмеймін. Әрі төбелесіп жатқандардың да бірде-біреуін жақсы танымаймын. Сонда да бұларды танымаймын ғой, қалай араласамын деген жоқпын. Кейде бедел мен абырой осындай кезде оп-оңай келе қалатынын білемін. Әлгі жігітке: жарайды, қазір-ақ бұл төбелесті тоқтатамыз, бара бер, дедім. Ол кеткесін Сағидоллаға бұрылдым да, қалтаңдағы абрез мылтықты ешкімге білдірмей шығар да дуалға қаратып атып жібер, деп сыбырладым. Сағидолла мылтығын үстел астына тығып ұстап отырды да еденге қарай бір атты. Гүрс еткен мылтық дауысы зал ішін жаңғырықтырып жіберді. Жұрт не болғанын да түсінген жоқ. Төбелес те сол заматта тыйылып, төбелесушілер кімді кім атты дегендей бір-біріне таңырқасып қарап қалды. Осындай секундтық тыныштық сәтті пайдаланып қалайын деген оймен орнымнан ұшып тұрдым да: әй қазақтың жігіттері, ер жігіт деген батырлығың отбасы ошақ қасында, дастархан басында емес, далада көрсетпеуші ме еді? Осында демалып көңіл көтеруге келген жұрттың берекесін қашырып не көрінді сендерге? Әлсіз пышаққа жүгінет дегендей бір-біріңнен кек алатын қаруларың ресторанның қасығы мен тарелкасы болғаны ма? Дереу кетіндер енді бұл жерден, әйтпесе қазір милиция келіп бәріңді қаматып сорлатады, деп айғайладым. Солау деу мұң екен, бәрі үсті бастарын қағып сілкіп, кейбіреулері костюмдерін киіп сыртқа бет алды. Осы сәт манағы өтініш айтқан жігіт жаныма тағы да жетіп келіп: Қадеке,
Бұлар сыртқа шыққан соң тағы да қырқысады. Одан да сіз бізбен бірге жүріп, екі жақтың дауын шешіп берсеңізші. Сізді бұлардың бәрі білет, деді. Қазір шығамын, дедім оған. Аздан соң жаныма Сағидолла бастаған мықты-мықты 6 жігітті ерттім де тысқа шықтым. Расында сайгактар ресторан алдында тағы керісіп тұр екен. Не болды сендерге, деп сұрадым. Менің атым Тұрсынған, деді әлгі мені шақырып кеткен жігіт. Біздің ерегісуіміздің тарихы ұзақтау, сондықтан да бір жерге барып отырып әңгімелесейік. Өйткені бұл табанда шешіле қоятын мәселе емес. Өзіңіз айтыңызшы, қай жерге барсақ болады екен? Біріншіден, милиция келмей тұрғанда сендер тезірек қайтыңдар. Екінші айтарым, ертең күндізгі сағат 1-де бәрің Дендропарктың алдына келіңдер. Сонда сөйлесейік. Қалталарыңда ешқандай қару, тіпті пышақ та болмасын, дедім бәріне естірте. Осыған барлығы келісті. Үн-түнсіз машиналарына отырып шетінен қайта берді. Қарап тұрмын, бәрінде судай жаңа машина. Сайгактардың жағдайлары бізден тәуірлеу екен. Бұлармен міндетті түрде байланысқа шығу керек, деп ойладым іштей. Ертесіне біз 2 жеңіл машинаға толып, уәделі уақытта Дендропарктың алдына келіп тұрдық. Көп кешікпей әрқайсысы бір машина мінген сайгактар да келіп жетті. Өздері жүдә көп, бәрімен танысып шықтым. Ал енді дауларыңды айтыңдар, дедім Тұрсынханға бұрылып. Әңгіме бұлай, деп бастады ол сөзді. Анада мына тұрған Асқардың сарбаздары Өзбекстаннан келген 2 КАМАЗдың иелерімен келісіп, оларға зауыттан 400 баллон шығарып береміз деп уәде береді. Уәдесі еш нәрсе емес ау. Бұлардың біреуі өзбекстандықтардың сеніміне кіру үшін оларды үйіне ертіп барып, мекен жайын, әйел, бала шағасын, құжаттарын көрсетеді. Уәдеге малданған 4 өзбекстандық оның үйінде 2 күн жатады. Себебі бұлар сол 2 күнде зауыттағы қарауылдармен, менттермен келісе алмай ештеңе шығара алмайды. Содан 3-ші күні осы Асқар қулыққа басып, жаңағы өзбектерге барады да, әр баллонға 120 сомнан берсеңдер, бүгін түн ауа зауыттарыңды қала сыртына өзіміз шығарып, КАМАЗдарыңа артып береміз дейді. Өзбектер көп тәжікелеспей-ақ сол заматта 48 000 сомды санап береді. Бірақ олар тек таза піскен баллондарды шығарып бересіңдер, деп шарт қояды. Ал бұлардың ұрлайтыны көп кемістігі бар 2-ші сортты баллондар. Оның үстіне дайын өнімдер цехының ішіне кіріп, бір түнде таза піскен 400 баллонды шығарып әкету оңай шаруа емес. Содан амалы таусылған Асқар бізге келіп, бірлесіп цехқа кірейік, сендерге әр баллон үшін 60 сомнан төлейміз деп жалынып көмек сұрады. Бір түнде біздің жетеуімізге 24 сомды кім береді? Дереу келістік те іске кірістік. Зауытта жедел жәрдем машинасын айдайтын өзіміздің бір бауыр бар еді. Соған барып, 3 рейске 3000 сом беремін, келісесің бе, дедім. Ол бірден көнді. Өзің білесің, жедел жәрдем зауытқа еркін кіріп, еркін шығады. Оны ешкім тексермейді. Сонымен не керек? Сол күні түн ауа бәріміз жедел жәрдемге отырдық. Мұндай қулықты бұрында бір рет естіген едік. Шопырдың қасына дәрігер сияқты ақ халат киіп мен отырып алдым. Жайлап дайын өнімдер цехының арт жағындағы қуысқа келіп машинаны қойдық. Аз разведкадан соң машинаны толтыра баллон артып алдық. Әйтеуір Құдай сол түні абырой беріп, ісімізді аман есен бітірдік. Ал сонда 24 000 сомды беретін Асқар бізге 10 000 сом берді де, қалған ақшаны бір аптаның ішінде тауып беремін деді. Өзіміз күнде көрісіп жүргендіктен оның сөзіне мақұл дестік. Содан бері 2 ай өтті. Беремін деген ақшасы әлі жоқ. Бұл бір. Сол оқиғадан 2 апта кейін бізге тағы келіп, қоймамызда жатқан 200 баллонды жалынып жалпайып алып кетті. Жай кеткен жоқ. 200 баллон үшін 20 000 сом және оған қоса анадағы қалған 14 000-ды түгелдеп апта аяғында әкеліп беремін деп уәде беріп кеткен. Бірақ уәдесі құрдымға сіңіп жоқ болды. Қазір бұлар бізге жалпы сомасы 34 000 сом қарыз. Егер ақшаны қайтарып бермесе, өзінің және мұның тобындағы жігіттерінің машиналарын тартып аламыз. Оған көнбесе басқа шаралар қолданамыз. Түнде солнышкаға 2 жақ осы жайында әңгімелеспек болып жиналғанбыз. Бірақ бұлар әңгімені көп созбалыққа салып жібергендіктен біздің жақ шыдай алмай төбелес бастап жіберді. Ал енді Қадеке, осылардікі дұрыс па? Жоқ әлде Асқарға сенімділік көрсетіп, аңқаулық істеген біздікі жөн бе? Әділіңізді айтыңызшы, деді. Асқар, Тұрсынханның айтқаны рас па? деп сұрадым. Рас, деді Асқар. Бірақ бұл бір нәрсені ұмытып кетті. Әлде әдейі ұмытқансып тұр. Сен, Тұрсынхан, былтыр Сайрамның сайгақтарына 150 баллон қарыз болып, касякқа кіргенінде менен 15 000 сом алып, сол қарызыңды жауып едің.
Ал сол 15 мыңның орнына маған 150 баллон беремін деп уәде бердің. Шыны керек, кейіннен айтқаныңды орындадың, оған дауым жоқ. Бірақ сен мені алдап, түн ішінде өңкей жарамсыз баллондарды бергеніңді, кейін олар түкке жарамай ешқайда өтпей, ақырында оларды сенің көзіңше свалкаға апарып тастағанымызды қалай ұмытасың? Сонда аман тұрсам, бұл 150 баллонның орнын толтыру менің мойнымда, демеп пе едің? Сол қарыз туралы әлі күнге дейін жақ ашпайсың? Мен саған емес, сен маған бұрын қарыз болғансың. Одан соң былтыр жаңа жылдың алдында жаңа машина алып біраз отырып қалдым. Дәл қазір 6 мың зәру боп тұр деп менен 3 мың, Рысбектен 3 мың алғаның есіңде болар. Оны да әні-міне деп әлі бермей жүрсің. Бұдан басқа биыл көктемде ораз үйленіп тойы болғанда оған машина мінгіземіз деп біраз сайгактар 300 сомнан тастап, барлығы 7 мың ақша жинаған едік. Машинаны базардан сен ал деп сол 7 мыңды саған бергенбіз. Ал сонда сен не істедің? Әлдеқандай орыстан сырты жаңа көрінетін Жигули сатып алдың да оразға бере салдың. Сөйтіп біз жинаған ақшаның 4 мың сомын өз қалтаңа басып қалдың. Кейін естік, ол ақшаға ініңе машина әперіпсің. Айта берсем сенің былығың көп. Анада жазда сүйеу бүкіл командасымен зауытта қолға түскенде оларды соттатпай құтқарып қалу үшін тергеуші бізден 50 мың сом сұраған. Сонда әр топ 8 мың сомнан жинайтын болып келіскен едік. Сен өзің берем деп уәде еткен 8 мыңыңды сол кезде де бермей кеттің. Бірақ сен бермесең де сүйеуді құтқарып қалдық. Рысқали мен сүйеу сол үшін саған өкпелі. Егер оларға жеке кездессең, не боларыңды бір Құдайдың өзі білсін. Ал өзбектерден қалған, яғни мен саған берешек 14 мың сомды өткен күнің үшін Рысқали мен сүйеу алып кеткен. Жаңағы айтқан 200 баллонның ақшасын былтырғы 150 баллонның және Рысқұл екеуміздің алып кеткен 6 мыңның орнына жатқыздым. Керек десең, алдағаның үшін ораздың тойына жиналған ақшаны өз есебіңнен түгел қайтарып беруге тиіссің. Сен өз кінәңді білмей тұрып, әр разборщикке қатынша шағымдана берсең, бір күні көтек болып шыға келуің ғажап емес. Міне Қадыр, біздің таласымыздың мән-жайы осы. Енді бұл қалай сөйлер екен? Әй сен сүмелек, кімді көтектеп тұрсың? Деді Тұрсынхан шаптығып. Осы сөзің үшін дәл қазір атып тастасам ба обалың жоқ? О сорлы, басқа сөз таба алмаған соң әңгімені дереу басқа жаққа бұра салған қырыш. Сен әзірше көтек емессің, бірақ болуға жақын тұрсың, деді Асқар жауап ретінде. Тұрсынхан не деп айтарын білмей ашуға булығып сөйлей алмай қалды. Өзі бір сондай шақар екен, айттым ғой, осы сөзің үшін атып тастаймын деп, деді де қойнынан шолақ мылтығын суырып алды. Машинада мұның бәрін көріп отырған Асқардың сарбаздары да мылтықтарын ербеңдете кезеп сыртқа шыға келді. Кейбірінің қолдарында жасанды пистолет. Тұрсынханның қорғаушылары да қарап қалған жоқ. Тура шетелдің киноларындағыдай қолдарына бір қару ұстап машиналардың артында бұқпантайлап тұр. Екі жақта да үн жоқ. Бір-бірінің аңысын аңдығандай тым-тырыс. Егер біреуі бір нәрсе десе, бір тентек шүріппені басып қалуы кәдік. Осыны сезе қойған мен дереу: әй тоқтаңдар, ылғи қазақ бір-біріңді атып қай пұшпаққа, қай мақсатқа жетпексіңдер? Кеше қарусыз келеміз дегендерің қайда? Бұл жерге атысуға емес, өзара мәмілеге келуге, мәселе шешуге келген жоқсыңдар ма? Жоқ әлде бәрінде ерліктен кетіп, ездікке жеткенсіңдер ме? Разборка болған соң арада ащы сөздер айтылмаушы ме еді? Егер біріңнің сөзіңді бірің көтере алмай, қаруға жүгінесе кетсеңдер, айдалаға барып атыса бермей мені несіне шақырдыңдар? Жинаңдар қаруларыңды. Асқар, Тұрсынхан, мылтықтарыңды алдымен екеуің тастаңдар. Қатындарға ұқсап, бет жыртысу, қорқақтарға ұқсап тасадан оқ ату сендерге жөн емес. Ал егер екеуің де сөздеріңді шын еркек, нағыз қаһарман деп ойлайтын болсаңдар, қанеки, атысыңдаршы. Қайсыңа өмірің ойыншық екенін көрейін, деп зіл тастай дауыстадым. Екеуі де жым болды. Сәлден соң Асқар: Қадеке, осы Тұрсынхан сұммен тәжікелесіп тұрған мен де ақымақпын. Себебі бұл бәрібір сөздің мәнін ұғып, қадірін түсінетін адам емес. Мұны тек атып өлтіре салу керек, болмаса үрейін ұшырып, біздің санатымыздан алыстатып жіберу керек. Сен бүйтіп аузыңа келгенді оттап сандалма. Өзіңді қасқыр жүректі Асқар дегенге даңдайсып кеткен екенсің. Қасқыр жүректі екеніңді көрейін, оқтан қорқпай көрші, деп ашуға булыққан Тұрсынхан мылтығын Асқарға қарата басып қалды. Құдай сақтағанда Асқарға оқ тимей кетті. Ол да жалма-жан мылтығын Тұрсынханға қарай кезеп тұрып бір атты. Тұрсынханның жан дауысы шығып, артқа қарай шалқасынан түсті.
Бір жақсысы, неге болса да сақадай сай тұрған екі жақтың да жігіттерінің ешқайсысы мылтық атпай тұрып қалды. Бәлкім оларды Тұрсынханның жан даусы шошытып жіберген де болар. Не десем де осы бір аз сәттік тыныштық менің жеңісіме жол ашты. Асқарға жетіп барып мылтығын тартып алдым да: «Ей, ылғи ақымақтар, тапа-тал түсте жол шетінде тұрып мылтық атып, өздеріңе көрік азып жатқандарың қалай? Атыс үстінде ешқандай азап көрмей заматта өле кетсеңдер жақсы, ал біреуді өлтіріп түрмеге түссеңдер, сорлағанның көкесін сонда көресіңдер. Кімнің ақ, кімнің қара екенін талқыға салармыз әлі. Қазір Тұрсынханды тез машинаға салыңдар». Абырой болғанда оқ Тұрсынханның оң иығына тиіпті. Сол қолымен жараланған иығын басып, дір-дір етіп тізерлеп отыр. Аққан қан костюмының сыртына шығып, алақаны мен саусақтары қып-қызыл болыпты. Өзі қатты қорқып қалса керек, бір сөз айта алмай маған жалтақ-жалтақ қарай береді. Оны жігіттер сүйемелдеп машинаға салды. «Енді», дедім сөзімді жалғап, «өз кінәларыңның кесірінен бүгінгі дауларың аяқсыз қалды. Бұл мәселеге қайта оралармыз. Ал Асқар, сен қазір мынаған келсесің. Бар кінә бірінші болып оқ атқан Тұрсынханның өзінде болғанымен мұны ауруханаға өзің апарасың. Себебі оны жарақаттаған сен. Ана жердегілер мұны кім атты, оқиға қалай болды деп тәптіштеп сұрап, бірден милицияға хабар береді. Өзің тілің пысық, бар нәрсені орнымен айта алатын епті жігіт екенсің. Ол жерге барғанда да осы қасиетіңді көрсет. Өзіңнің де мұның да шын аттарыңды айтпаңдар. Таксимен барып, дереу таксиді қайтарып жібер. Ауруханада милиция не болды деп сұраса, көшеде ішіп келе жатып, ұлты бөтен біреулермен төбелесіп қалып едік, солар бір атып нөмірі жоқ москвичке мініп қашып кетті де. Сөздерің сенімді болу үшін жолда екеуің 1-200 грамнан ішіп алыңдар. Бұл сонда 1-2 күн жатып, иығындағы оғын алдырса болды. Ауруханадан киімдерін қалдырмай өзіңмен бірге алып шық. Анау-мынау десе ақшаны аяма. Ар жағын тағы көрерміз. Ал өзің бүгін кешке болмаса ертең менімен міндетті түрде хабарлас». Олар артық сөз айтпастан жөнеп берді. «Мынау ессіз кеткен сайгақтардан бүгін ештеңе өндіре алмадық-ау», деді Жолай Сағидолла. «Қазірше үндеме. Отты айналған көбелектей үйіріліп жанымыздан шықпай қалады әлі», дедім. «Мен сонда бір нәрсені жоспарлап, оларды әдейі ауруханаға жұмсадым. Есепсіз өмір ескексіз қайық деген қағиданы үнемі жадымда ұстаған адаммын ғой. Біреуді өзіңе тәуелді ету үшін ол саған кіріптар болуы керек. Тек мұндайда іштегі жоспар мен ойды ешкімге білдірмеу ләзім». Ертесіне Асқар келді. Әлденеге қобалжулы сияқты. Тұрсынхан екеуміз адам онша көп жүре бермейтін Сайрам көшесінен түсіп қалдық. Оны тал тасасына қалдырдым да арақ кеп бөліп ішіп алдық. Одан кейін такси ұстап 6-шы ауруханаға апардым. Құдай салмасын, ондағы дәрігерлер де, кезекші милиционерлер де тергеудің астын алсын кеп. Екеумізді де созақтың келген бола қалдық. Нешеме өтірікті қиыстырып айтып жатырмын. Сен қатты қиналған болып ешкімнің сұрағына жауап бермей-ақ қой, деп Тұрсынханды жолда үйретіп қойғанмын. Ол көп сөйлемейді. Оны дереу шешіндіріп операцияға кетті. 2 сағаттай күтіп отырдым. Операция жасаған дәрігер шыққан соң одан жағдайы қалай деп сұрадым. Ештеңе емес, жеңіл ғана жарақаттаныпты. Оқты алып тастадық, 3-4 күнде аттай болып шығады. Біздікі жедел жәрдем ауруханасы болғандықтан мұнда пышақ ұрған, апатқа, оққа ұшыраған сияқты небір оқиғаларға тап болған адамдар көптеп түсіп жатады. Сондықтан да сендердің бастан өткен істеріңнің қашан анық-қанығына жеткенше досыңнан тергеушілер күніге жауап алады. Тіпті біреуді қарауылдатып та қоюы мүмкін, деді ол. Содан жағдайын сұрап Тұрсынханның палатасына кірдім. Шынында басында күзетіп бір милиционер отыр. Оның кейде ашық ауыздығы бар. Біреу-міреу алдарқатып сұраса болған оқиғаны айтып қоймаса игет, деді Асқар төмен қарап. Әрине мен осылай боларын білгенмін. Кейде азын-аулақ дәулетке малданған адамдар артының не болатынын ойламай артық істерге барып қалады. Кеше Асқар қызбалыққа, Тұрсынхан ақымақтыққа барды. Енді екеуі де жар басында тұр. Егер әлдекім бұлардың сайгақ екендерін біліп қойса, екеуі де сол жардың түбінен бір-ақ шығары даусыз. Асқар осыны сезіп тұр. Мұндайда біздің жұмыста қателігі үшін біреуді бірден кінәлауға болмайды. Бұл разборщикке жат нәрсе. Бұған қоса өзіңе пайда әкелуге кесірін тигізеді. Жұрт арасында бедел мен абырой жинау үшін кісіден қателік іздеме, қасиет ізде деген ұғымды есте ұстау абзал.
Оның үстіне Асқардың кешегі сөздеріне қарап, істің мән-жайын сабырмен, нақты шешіммен кесіп, саралай алатын қасиеті бар екенін сезгенмін. Не істейміз, Қадеке? Палатада отырған милициядан қалай құтыламыз, деді ол шарасыз күй танытып. Оның амалын қарастырармыз, бірақ біз ең бастысы уақыттан ұтылмауға тиіспіз. Сен сайгақтардың топ басшыларының бәрін білесің ғой. Өзіңнің және Тұрсынханның жағдайын айтып, бәрінің басын қос. Бас қосуға мен де барайын. Лажы болса, жиылыс бүгін болсын. Ешкімнің көзі түсе бермейтін жерді таңдаңдар. Сөйтіп маған хабар бер. Ондай жер, яғни үй бар. Темір жолдың арғы бетіндегі Нақаловкада бір досымыз тұрады. Үйі тасалау, оңаша жайды. Жарайды, онда іске сәт. Содан соң пысықтау бір сарбазыңды сайлап Тұрсынханға жібер. Оның басты міндеті ана қарауылдармен сөйлесетін болсын. Орысша айтқанда, пусть крутит и вертит, әйтеуір оның ішкілікке қалай екенін білсін. Болды, хабарыңды күтемін. Асқар сияқтылар әңгіменің астарын сөздің жартысынан ақ түсінеді. Енді ол Тұрсынханның жанындағы милицияның тілін табу үшін өздерінің тілімен айтқанда ең живой деген адамын жібереді. Жақсы, Қадыр, айтқаныңыздың бәрі болады, деп ол жегіл үйіне отырып зытып қалды. Кешкі сағат 6-дан аса ол үйге келді. Керек адамдардың бәріне жолықтым. Сайгақтардың түнгі жұмысқа кететінін білесіз ғой. Сондықтан да бәрі сағат 7-де жиналайық деп уәде берді. Әлгі Тұрсынханға жіберген сарбазым да келді. Тұрсынхан жарақатын ауырсынбай ары-бері жүріп қалыпты. Бірақ қарауыл қасынан екі елі қалмайды екен. Оның да тілін тауыпты. Қарауыл Тұрсынханның жанында жататын бос кербет болмағандықтан түнгі 1-ден аса палатадан шығып медбикелердің бос кушеткасына барып ұйықтайтынға ұқсайды. Бұл хабарың тәуір болды. Енді кездесуге барайық деп мен де 5-6 адамымды ертіп жолға шықтық. Көп уақыт өтпей-ақ межелі жерге келдік. Расында үй көзден тасалау жерге орналасқан екен. Сайгақтар жиналатын жерлерін әдемі таңдағандарын қарашы деп ойладым. Үй сыртында 7-8 жеңіл машина тұр. Асқарға еріп Сағидолла екеуміз ішке кірдік. Үстелді айнала 14-15 жігіт отыр. Алдарында жасаулы дастархан. Бөлме іші көк пөңбек темекі түтінге ораныпты. Біз кіргенде бәрі жапырлай орындарынан тұрды. Амандықтан соң әлде бір жүзі таныс жігіт бізге төрден орын ұсынды. Жайғасып болғаннан кейін айналасындағыларға барлай көз тастадым. Тағы да біраздарының түрлерін шырамыттым. Ал Қадыр аға, бұлардың көбі сіздің түріңізді білмесе де сыртыңыздан жақсы таниды. Сондықтан да осы отырғандарды сізге шетінен таныстырып өтейін. Жаныңыздағы отырған Есенбек, кличкасы Крутой, одан кейінгі Тарзан, бергі жақтағы Олжас, яғни фантазер. Мынау қасқа бас Фантамас, менің жанымдағы мына дәу Алпамыс, шын аты Қайрат. Дәл қазір солардың көбінің аттары есімде жоқ. Әйтеуір 15-15 кличка иемденген өңкей шишкарлар. Бәрінің есімдерін атап шыққан соң Асқар, енді сөзді көп соза бермей негізгі әңгімеге көшейік. Біздің жағдайдан бәрі құлағдар болғандықтан өзіңіз сөз бастай беріңіз, деді. Біріншіден, дедім мен алдымдағы кесеге құйылған шайдан бір ұрттап алып. Осындағы біразы маған бұрыннан таныс болып шықты. Осыған орай еркін сөйлесе берейік. Екіншіден, ашық әңгімеге бірден көшетін болсақ, онда біз алдымен Тұрсынханды бүгін түнде ауруханадан алып шығуымыз керек. Үшіншіден, сендер сияқты жігіттер басқаратын ылғи қазақтардан құралған топтар қазір әр жерде бір-бірімен атысып, төбелесіп, өзара қырғи қабақ болып жүр. Осыған тыйым салсақ. Себебі қазіргі өзіміз өмір сүріп отырған заман ағымы бәрімізді өз ұлтымыздың рухын жоғары көтеруге міндеттеп отыр. Ұрлықпен біреуге күш көрсету уақытша нәрсе. Қанша мықты болсаң да батыр бір оқтық деген. Соған байланысты бәріміз бірігейік. Осы отырған барлығымыздың түбіміз қазақ. Шашауымыз шықпай, ортақ мақсат бір мүддеге жұмыс жасайтын ұйым құрайық. Өкімет өз жұмысын атқара берсін. Біз олардың тірлігіне араласпаймыз. Біз өзімізше белсенді топқа айналайық. Сонда кешегі мынау Асқар мен Тұрсынхан секілді ұсақ түйекке айтысып, атысып жүрмейміз. Біріміздің басымызға іс түссе, екіншіміз қол ұшын берейік. Біріміз қателессек, екіншіміз түзейік. Топ құрған соң бар істі реттеп отыратын ортақ бір би сайлайық. Әрине сендер де базардағы біздің сұңқарлар мен игроктар да заңға қайшы жұмыс жасап жүр. Мұндай нәрсе әлемнің барлық елдерінде бар. Қай жерде болса да заңға қайшы жұмыс істейтін шайкалардың барлығының арасында өзара қастық пен жаулық болмай тұрмайды. Бізге ондай кезде әділ төрелік айтатын ауызды адам керек.
Жақында мен енді ақталып жатқан әдебиетші Ахмет Байтұрсыновтың ертедегі қазақ билерінің әділ төрелігі, сол кездегі қазақ халқының дау-дамайы бір бітпейтін ауыр дертіне таптырмайтын дәрі ет деген сөзін оқып риза болдым. Сол айтпақшы, басқаны қайдам, дәл біздің істе әділ төре қажет-ақ. Содан соң ай сайын өз табысымыздан жарна ретінде біраз ақша жинап, өз мүддемізге жаратып отырайық. Бәрімізге де табыс небір тәуекелдер мен қауіп-қатерлер арқылы келеді. Десек те қайырымдылықта ұмытпайық. Осы қалада немесе ауылдарымызда күнкөрісі нашар, жоқ-жұтаң, жетім-жесір сияқты кембағалдар баршылық. Лажы болса, шамамыз келгенше соларға да қарасып тұрайық. Пенделер, қолдарыңда артық дүниелерің болса, жоқ-жітікке қарас. Алла сауабыңды ұмытпайды, қайта жолыңды ашуға тілектес болады дейтін пайғамбардың сөзі бар ғой. Барға қанағат етіп, жоққа көмектесейік. Осыдан кейін бізді жек көретіндердің пиғылы өзгерер. Сонда халық алдында беделіміз өсіп, абыройымыздың арта түсері сөзсіз. Қанеки, осыған не дейсіңдер? Ешқайсысы сөзімді бөлмей үнсіз тыңдады. Сөзім аяқталған кезде Крутой атанған Есенбек: "Қадір, сенің талай істеріңді әділ шешетініңді және шеше алатыныңды білеміз. Бұрын да анау-мынау разборкаларда сөздеріңді тыңдағанмын. Жаңағы бірлесіп топ құрайық дегеніне өз басым қарсы емеспін. Бұл идеяңды сәлден соң ортаға салармыз. Ал Тұрсынханды түнде қалай шығарып әкетеміз? Әрі қасында милиция бар дейді. Орынды сұрақ берсең тиісті жауапты аласың деген сөз бар қазақта. Соған сәйкес бұл сөзді сен орынды айттың. Өздеріңмен бірге жүріп, бірге тұрған жолдастарыңды бір қателігі үшін лақтырып тастауға әсте болмас. Ол да ендігі қателігін түсініп, пұшайман жеп жатқан болар. Жазылып шыққан соң біз сонымен адамша сөйлесіп, бұдан былай шалыс баспауына кеңес берейік. Қандай айлакерлікке барсаңдар да оны бүгін түнде алып шығып кетуге тиіссіңдер. Өйткені ертеңнен бастап оған тергеушілер келе бастайды. Кім білет, пендешілікке салынып, бәріңді сатып қойса, шын қатер бастарыңа сонда төнеді. Болмаса қанша ақшаға күйесіңдер. Ақсақпен жол жүрсең жолға алаң боларсың дегендей, оны қызбалықпен атып алған сөздеріңнің асқарларыңның дәл қазір жаны секемшіл, көңілі алаңдаулы. Қалайда алып шығу керек оны. Ең бастысы, денеден оқ алыныпты. Қалғанын таныс дәрігерлерге айтып жасырын емдетеміз. Ал Асқар мен оның арасындағы дау-дамай енді көтерілмейтін болсын. Екі жақта есесіз кетпеген, тура 0-0. Мейлі, онда түнде қайсымыз барамыз оған, деді Фантамас. Мұны фантазерға жүктейік. Қиыннан жол табатын адам ғой. Асқар екеуі өз адамдарымен барсын, деп кесті Тарзан Рысқали. Бұл мәселе шешілді. Екіншісін ортаға салайық, деді Крутой. Сол кездегі әркімнің айтқан ұсынысын тәптіштей беріп не керек, біраз уақыт талас тартыстан кейін ол да шешілді. Бас биге мені сайлады. Ел үшін деген қайырымдылық қорын құратын болдық та, ол қорға сайғақтар ай сайын 20 000 сом көлемінде жарна беріп тұратын болып келісілді. Отыр соңында Фантамас, сен мен етене араласуға өзімізде құштар болып жүредік. Бүгін соның сәті түсті. Біздің арамызда кез келген разборканы байыппен және шешен тілмен шешетін сендей адам жоқ. Тек сенен сұранатынымыз біздің тауарларды Ташкентке, Алматыға жеткізіп тұруға көмектесіп тұрсаң екен. Біз бағана машинасы ескілеу екен, сайғақтар атынан саған жаңасын мінгізейік деп ойласып едік. Сол сыйлыққа қарсы болмайсыз ба, деді. Сыйлықтарыңа рахмет, бірақ мені тым ұсақ түйек істерге араластырмаңдаршы. Кейбіреулер болмайтын нәрсені айтып кеп шағымданып жатады. Біреудің айтуға тұрмайтын ісіне араласпай қойып едім. Сол сабаз мені меңзегені болса керек, жолдасым қарға болып, жегенім боқ болды деп мақалдатып жүргенге ұқсайды. Ондайларға не дерсің? Өзі ұруға да тұрмайды. Ал бауырлар, ісімізді Құдай оңға бастырсын, дедім қоштасарда. Міне, мен осылайша қаламыздағы жұрт естісе үрейлері ұшатын бар шайқалардың бас биі, разборщигі болып шыға келдім. Алда әлі қаншама қиын істер күтіп тұрды. Айтпақшы, сол түні фантазер мен Асқар Тұрсынханды ауруханадан білдірмей алып шықты. Кейін Тұрсынхан байсалды азамат болды. Алайда осыдан 7 жыл бұрын жол апатынан қайтыс болып кетті. Иманы саламат болсын деп біз қалдық.